Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осылай қазанда дәмді самса жасауды көрсетемін. Осы рецептпен бөлісемін. Бізде самсаларымыз өте күшті, дәмі деген күшті болып шығады. Бір жасағаннан шығады. Бізге ол үшін ыдысымызға суымызды құямыз. Бізге салқын су қажет. Шай қасықпен тұз қосамыз. Араластырамыз. Және електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Қолымызбен қамырымызды илейміз. Бізде бұл жерде тестамыз қаттылау болып шығу керек. Біркелкі болғанша илеп шығамыз. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін басқа да пайдалы рецепттер бар. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басамыз. Тестамыз біркелкі болғанша илейміз. Және кішкене уақытқа тындырып қоямыз. Ал енді етімізді тураймыз. Осылай бөліктерге бөлеміз. Осылай пішіндерде болу керек. Менде қой еті және жылқы еті аралас. Өзіңізге ұнаған етті қосуға болады. Ал енді құйрық май қосамыз. Тура еттің пішінінде тураймыз бұны да. Ал енді қой етін қосамыз. Және 2 дана пияз қажет бізге. Пиязымызды да кішкене ірілеу етіп қосамыз.
Тестамызды жайып шығамыз. Ұнымызды сеуіп отырып жаямыз. Жұқалап жайып аламыз. Мінекей жайып алдық. Ал енді майымызды ертеміз. Осылай тоңмай қосамыз, 2-3 қасық қосамыз. Және 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Және отқа қойып ертеміз. Майлар толық ерігенше қыздырамыз. Майымызды тестамыздың үстіне құйып шығамыз. Барлық шетіне біркелкі етіп, қолымызбен жаямыз. Қолымызбен жайған ыңғайлы бұл жерде. Және орап шығамыз. Нығыздап отырып ораймыз. Осылай орап аламыз. Ет пен пиязға тұз қосамыз шай қасықпен. Және қара бұрыш қосамыз. Өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді қосуға болады. Және араластырамыз.
Осы кезде қазанымызды отқа қоямыз қыздыруға. Тестамызды бөліктерге бөлеміз. Және оқтаумен жаямыз. Етімізді салып, самсамызды түйеміз. Шетінен бастап бүгіп отырып түйеміз. Және ұшын қаттырек қысамыз осылай. Ажырап кетпеу үшін. Қалған самсаларымызды да дәл солай түйеміз. Бұл самсалар ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге бір дана жұмыртқа қажет. Жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратамыз. Жұмыртқаның сарысын самсамыздың бетіне жағамыз. Ал жұмыртқаның ағына самсаны батырып, қазанымызға жабыстырамыз. Төменгі жағына жұмыртқаның ағын жағамыз. Жұмыртқаның сарысын самсамызға жағамыз. Және үстінен күнжіт себеміз. Осылай төменгі жағын жұмыртқаның ағына батырамыз. Және қызып тұрған қазанымызға жабыстырамыз. Және осылай үстінен қолымызбен басамыз. Және қақпағын жауып қоямыз. Арасында осылай ашып көріп тұрамыз. Самсалар пісіп жатыр. Қызарған кезде толық пісіп шығады бізде.
Ал енді самсаларымызды аламыз. Біздің дәмді самсаларымыз пісіп шықты. Жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.